Түркі жұртының төл мейрамы әз наурыз өңірде кең көлемде атап өтіледі. Басты мерекелік шара Орал қаласындағы Қазақстан Республикасы тұңғыш президент алаңында ұйымдастырылады. Киіз үйлер құрылып, ұлттық өнер насихатталады. Театр әртістері тарихи қойылымдар ұсынса, қолөнер шеберлері көрме жасақтайды. Ұлыстың ұлы күніне жоспарланған айшықты шаралар туралы бүгін баспасөз мәслихатында сала мамандары баяндады. Адам аузы аққа, малдың аузы көкке тиетін наурыз айын түркі халқы жақсылықтың жаршысына балап, жылдың басы санайды. Шуақты мезгілде көңілдегі ескі кірбіңді ұмытып, ұлыстың ұлы күні ұлан асыр той жасайды. Еліміздің батыс аймағында әз наурыз көрісу айынан бастау алды. Бабадан қалған байырғы дәстүрді атап өтуге қала бюджетінен 10 миллион теңгеге жуық қаражат бағытталған. Ертең Пугачев рухани жаңғыру және облыстық тарихи өлкетану музейлерінде, жастар шығармашылық орталығында мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырылады. Облыс орталығында үлкен мерекелер басталып кетті. Дәлірек айтсақ, қазіргі таңда басталып өтті. Мынау Деркөл мәдениет орталығында ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекелік шарасы басталып жатыр. 20-сы облыстық өлкетану мұражайында, музейінде жыл басы наурыз, әз наурыз мерекелік шарасы өтеді. 20-сы күні тағы сол күні, яғни 11:00-де рухани жаңғыру музейінде қош келдің әз наурыз мәдени көпшілік шарасы өтеді. Өңірдегі басты мерекелік думан 21 наурыз күні сағат 11:00-де Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті алаңында басталады. Киіз үйлер тігіліп, бақ береке наурызым атты концерттік бағдарлама шымылдығын түреді. Хадиша Букеева атындағы облыстық қазақ драма театры мен іргелі оқу ордаларының студенттері тарихи қойылымдар ұсынады. Әрі ұлттық нақыштағы бұйымдар қойылған көрме жасатылады. 21 наурызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті алаңында өтетін наурызға баршамыз атсалысып, ұлттық киімде жаңағы нақышта киініп, мейрамды кең көлемде тойлауға шақырамын баршамызды. Айшықты шаралар Круглозерное, Зашаған кенттері және Желаев ауылдық округінде де өткізіледі. Сондай-ақ 20-25 наурыз аралығында барлық сауда орталықтарында мерекелік жеңілдік қарастырылған. Ал алдағы сенбіде Ихсанов көшесінде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Еркебұлан Самадияров, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.